Ақсақ Дегелек, өзбек халық ертегісі. Ертеде бір кедей адам жер жыртып жүріп, қанаты сынған дегелек тауып алыпты. Оны үйіне алып келіп ұзақ емдепті. Әбден жазылған соң ғана еркіне жібереді. Біраз уақыт өтіп, әлгі кедей дән себуге шығады. Қараса, қарсы алдында баяғы дегелек тұр екен. Ол кедейді біраз айналып ұшады да, сөйтіп қарбыздың 3 дәнін тастайды. Кедей дәнді жерге егіп, оған су құяды, баптайды, күтеді. Көп ұзамай қарбыздар түйін салып үлкейе түседі. Әбден піскен қарбыздың бірін таңдап алып, кедей үйіне әрең көтеріп әкеледі. Достарын, көрші қоландарын, туыстарын жемісіне ортақтасуға шақырады. Қарбызды ортаға алып, енді жара бастағанда алтын теңгелер төгіле жөнеледі. Жұрт қатты таңғалады. Кедей олжасын айналасындағыларға бөліп береді. Сөйтіп, өзі қалған қарбызын жинап алады да байып кетеді. Бір сараңбай онымен көрші тұрады екен. Ол кедейден: «Сен қалай байып кеттің?» деп сұрайды. Кедей болған жағдайды баяндап береді. Байдың көзі шарасынан шығып кетердей, өзінің егістік жеріне қарай жүгіре жөнеледі. Ол дегелекті көріп бұғып қалады. Ақырын баспалап келіп, ұзын таяқпен дегелектің аяғынан ұрады. Сосын оны ұстап алып, үйіне алып келеді де емдей бастайды. Біраз күндер өткеннен кейін дегелек сауығады да ұшып кетеді. Ал бай егіндік жеріне келіп дегелекті күтіп тұрады. Дегелек оған да 3 түйір дән тастайды. Бай жалма-жан дәнді алып жерге егеді. Осылайша оның қарбыздары пісе бастайды. Бай айналасындағыларды шақырып мақтанғысы келеді. Үлкен қарбызын алып келіп ортаға қояды. Осы кезде қарбыздың ішінен жаңғақтың үлкендігіндей аралар шыға жөнеледі. Аралар байды шаға бастайды. Байдың бет-аузынан түк қалмайды. Көзі көрінбей, беті, ерні ісіп кетеді. Сөйтіп бай күлкіге қалыпты. Ал кедей жақсы өмір сүре беріпті. Ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп, басқа да қызықты қазақша ертегілерді жіберіп алмаңыздар.